Қайырлы күн әлеуметтік желі қолданушылары. Биыл қазақтың ұлы ақыны, ойшыл, ғұлама, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл. Осыған орай, сот әкімшілігінің Атырау облысы бойынша департаментінің мамандары Абайдың шығармашылығын дәріптеу мақсатында сот әкімшілігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің жолдаған челленджін қабылдадық. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Абай Құнанбайұлы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен бұлғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбінадан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімге бар, сол жарысар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын, артымыз барар едің қай жаққа. Расымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кештермедім. Бұл махрым болғаныма кім кінәлі, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бір қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айырылғанын, өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңына ермей. Дүниедегі дос ақыретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей болып орны қалмас. Дүниеден тық мақшарға амалсыздың, иманы түгелдеуге аузым бармас. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма, өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма, махаббат ғадауатпен майдан дасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма, амалсыз тағдыр біреуге кез болмай ма, біреуге жай біреуге тез болмай ма, асау жүрек аяғын шалыс басқан, жатқан жерін таубап сөз болмай ма. Қазақтың ұлы ақыны Абайдың шығармашылығын дәріптеуге арналған челленджімізді қорытындылай келе, әрі қарай жалғастыру үшін Маңғыстау облысындағы әріптестерімізге жолдаймыз.